Мә, сәкең таба алмайсың да көк шөп тасып дем алып отыр кәдімгі. Салдырма деймін, салдырмайын. Саған айтып тұрған жоқпын мен. Кішкентай бала емеспін, айтпайсың ба түсіндір. Есің дұрыс па сенің? Давай. Не болады сәке? Ана үйдегі немере абойға сурет салып жатыр дейді. Мен айтамын, абой сурет салу үшін алдық па, салатын заттар бар емес пе? Ой, соны мен вакцина туралы айтып жатқан Жоқ, шығарсың. вакцина салдырмаймыз ғой. Айтпашы, не қылып отырсың вакцина? 12 жасқа толған балдарға уже вакцина салу керек, а то мектепке кіргізбейді деп жатыр ғой кәдімгідей. Естері дұрыс па? Кім сонда шығарып отқан? Цой ғой, Цой, денсаулық министрі. Цойға қой деп айтатын жоқ па сонда адам? Білмеймін. Болмаса ауыстырып орнына басқа біреу әкелмей ме? Тойсыз да өмір сүрдік, тәуекел тойсыз да өмір сүреміз дейді бірдеңе. Мә, қатты айттыңыз ғой сәке кәдімгідей. Қатты айтсам даусын бастым да, не қылдың? Кетші адам, не рұқсат деймін, тағатпен. Сәке, мен ол туралы келген жоқпын. Не? Маған Дәулет звондап жатыр Ақтаудағы. Аудионың запчастьін салып жіберсін деп. Қай Дәулет? Жиеніңіз ше, сіздің жиеніңіз, жалғыз жиеніңіз бар ғой Ақтауда. Двойной ма? Неге двойной? Двойной Дәулет қой, двойной Дәулет. Неге? 150 килограмм ғана дейді. Ойбай, жаман кетті ғой бір жылдар. Бірақ риза болдым, жаман лақтырды ғой салмақ қазір. 70 килограмм ба лақтырып жатыр. Почти бір адам ғой, бір адам лақтырып жатыр ғой. Двойной деймін. 150 килограмм ғана ойлап қоямын, я осы жиен соғын қосай болсам ба деп. Жиен ойнай берем ғой. Запчасть сұрап жатыр ма? Иә, запчасть сұрап жатыр. Бірдеңе сұрамаса жүре алмайды ғой. Сәке, мен бүгін бірақ ше, байқадым, сіз қатты айтып жатырсыз негізінде бар ғой. Сондай ма? Иә. Ашуланып отырмын мен. Интернетке салайын отырсың ба сен? Иә, салып жүрмін. Кешірім сұраған видео түсіп дейміз әлі басында. Тәуекел, кетші. Амандықта сәке. Давай.